айтайықшы бір-бірімізге. Балалар, бүгінгі сабағымызға сәттілік тілеймін. Балалар, бүгінгі сабағымызды жақсы оқиық. Балалар, бүгінгі тапсырмаларды жақсы орындайық. Жақсы. Балалар, бүгінгі сабақты беске оқиық. Балалар, бүгінгі көңіл-күйіміз өте күшті өтсін. Жақсы. Балалар, бүгінгі күніміз көтеріңкі көңіл-күймен өтсін. Жақсы, өте жақсы балалар. Рахмет. Енді балалар топқа бөлінейік, е? Біз осы дорбаның ішінде менде асықтар бар. Сол асықтар арқылы топқа бөлінеміз. Кәне сағында кел асығында. Айтылар. 6. Жақсы. 1. 1. Тоқтат. 3. Жақсы. 4. 4. Енді екі топқа бөлінеміз балалар. Жұп сандар және тақ сандар болып бөлінеміз. Бірінші топ мына жаққа отырады, екінші топ жұп сан, тақ сандар осы бірінші неге отырады, екінші топ жұп сандарға отырамыз. Кәнекей бөлінейік балалар. Отырамыз. Енді балалар міне жұп сандар болып, тақ сандар болып екі топқа бөліндік. Әр топтың алтын ережелері бар. Осы ережелерді сақтай отырып, бүгін сабақ бойы жұмыс жасаймыз балалар. Жақсы, келесі балалар бізде. Миға шабуыл. Тып-тыныш айнала, өткенді қайтала, басыңды қозғалтып, жауап бер айнала дейді. Келесі бізде балалар, бұл кісі, бұл кім? Ыбырай Алтынсарин. Жақсы. Қазір сіздерге мына жерде 6 ұяшық тұр және 6 асық тұр. Әрқайсымыз және топқа бөлінген кезде бір-бір асық қолымызда бар ғой, е балалар? Сол асықтарды алып, бір-бір ұяшықтағы асықты құлатып, сол ұяшықтағы сұрақтарға жауап береміз. Кәнекей кім шығады? Келе ғой, Фариза. Жақсы, бірінші ұяшықтағы асықты құлатты Фариза. Фариза, саған сұрақ. Ыбырай Алтынсарин кім? Жазушы, ағартушы. Өте жақсы, жазушы, ағартушы. Келесі кім? Келесі. Е? Зере келе ғой. Үшінші ұяшыққа түсті, е? Жақсы. Сұрақ, сізге сұрақ, Зере. Ыбырай Алтынсарин қай жылы дүниеге келген? 1841 жылы. Жақсы, 1841 жылы дүниеге келіпті. Келесі, Айтуар келе ғой. Молодец, Айтуар. Үшінші сұрақ. Ыбырай Алтынсарин кімнен тәрбие алған? Ата-анасы қайтыс болғандықтан нағашы атасынан тәрбие алған. Өте жақсы. Өте жақсы. Келесі. Е, Дилназ келе ғой. Дилназ, 4-ші ұяшықты. Так, Ыбырай Алтынсарин қандай қызмет атқарған? Ыбырай Алтынсарин мектеп ашқан. Мектеп ашқан. Жақсы, өте жақсы. Отыра ғой. Келесі, кім шыққан жоқ? Е, келе ғой, отыр. 5-ші ұяшық. Келесі, Ыбырай Алтынсарин қай өңірде дүниеге келген? Е? Қай өңірде дүниеге келген? Қостанай облысы. Е, Қостанай облысында дүниеге келген. Жақсы. Келесі. Сағындай, келе ғой. Тағы да бірде. Ұяшық. Жақсы. Қандай оқулық шығарған Ыбырай Алтынсарин? Әліппе. Әліппе өте жақсы. Не, дұрыс жауабыңшы. Рахмет балалар, дұрыс. Балалар, бүгін біз сіздермен бірге Ыбырай Алтынсариннің таза бұлақ деген шығармасын өтеміз. Бүгінгі біздің сабағымыздың оқу мақсаты шығарманың маңызды тұстарын анықтау үшін ашық сұрақтар қою және жауап беру, шығармаға жоспар құру. Енді балалар, қазір сіздермен бірге аудио жазбаны тыңдап шығайықшы. Мұқият тыңдаймыз. Ыбырай Алтынсарин. Таза бұлақ.
Үш жолаушы бір бұлақтың басында бір-біріне кезіп өтті. Бұлақ бір тастақ жерден шыққан, айналасы қалың біткен ағаш жапырақтары бұлақтың үстіне төгіліп, суы мұздай салқын, шыныдай жылтылдап тұрған сонша әдемі таза бұлақ екен. Су шыққан жеріне бір қазандай тасты біреу ойып, қорғаныш қылып, тастың су ағар жеріне жазу жазыпты. Әй жолаушы, болсаң осы бұлақтай бол деп. Манағы үш жолаушы бұлақтан ішіп қанған соң, жазуды оқып біреу саудагер екен, ол айтыпты. Бұл жазылған ақылсыз екен. Бұлақ күн-түн тынбай ағып, алыс жерлерге барады. Бара-бара кеңейіп үлкейіп, бұған бөтен бұлақтар құйып, сөйте бара үлкен өзен болып кетеді. Мұнан мұрат сол. Сен де адам, тынбай қызмет қыл. Еш уақытта жалғауланып тоқтап қалма. Сөйтсең, ақырында сен де зорайып, мұратыңа жетесің дегенме деп білемін дейді. Екінші жолаушы мүсәпір молды екен, ол басын шайқап. Жоқ, мен олай ойламайын. Бұл жазудың мағынасы сіздің ойлағаннан гөрі жоғарырақ соқса керек. Бұл бұлақ кім-кімге болса да даяр, ыстықтағанды салқындатып, жанын рахаттандырады. Сусағанның сусынын қандырады. Оның үшін ешкімнен де ақы дәм етпейді. Бұлай болса, адамға да әбірет сол. Біреуге жақсылық етсең, ол жақсылығыңды ешкімге міндет етпе дегені болса керек дейді. Үшінші жолаушы көркем келген бір әдемі жігіт екен, ол үндемей тұрып қалады. Одан жолдастары, сен не ойлайсың деп сұрағанда, сонда жігіт айтыпты. Менің ойыма бөтен бір нәрсе келеді. Бұл бұлақтың суы бір орында тынып тұрып, шөп шалам түсіп, лай қоқым болса, бұған адам мен айуан мұнша ынтық болмас еді. Бұлақ күні-түні тынбай ағып тазаланып тұрған үшін ынтық болады. Олай болса, жазудың мағынасы көңіліңді, бойыңды осы бұлақтай таза сақта. Нешік бұлаққа қарасақ, күн түссе күннің, шөп түссе шөптің сәулесін көреміз. Көңілің сол рәуіштей сыртқа ашық көрініп тұрсын дегенмен деймін депті. Жақсы балалар, аудио жазған мұқият тыңдап шықтық. Біз сіздермен бірге. Енді келесі бізде сұрақтар қобдишасы. Менің алдымда қобдиша тұр. Осы қобдишаның ішінде сұрақтар бар. Әрқайсымыз балалар шығып, осы қобдишадан сұрақтарымызды алайықшы кәнекей. Содан кейін жауап береміз. Фариза, кеп. Динаш, отыр орнына, сол сұраққа дайындала бер. Бір сұрақтан алып, дайындалып отырамыз орнымызда. Жақсы, Айтуар. Дайындалып отырамыз балалар сұрақтарға. Сағынтай. Арқат келеді. Жақсы балалар. Енді сұрақтарға дайындалып болсақ, енді келесі сұрақ. Бұлақтың басында қанша жолаушы кездесті? Кімде ол сұрақ? Менің. Жауап бере ғой. 3 адам кездесті. Бұлақтың басында қанша адам жолаушы кездесті? 3 жолаушы кездесті. Жақсы, отыра ғой. Енді балалар, қазір Нұрхат дұрыс жауап берсе, міне алдымызда осындай түстер тұр. Жасыл түсті дұрыс болса, жасыл түсті көтереміз, қате болса, қызыл түсті көтереміз. Нұрхаттың жауабы дұрыс па, кәнекей балалар? Бағалап жүрейікші. Дұрыс, жақсы. Келесі сұрақ. Келесі сұрақ. Бұлақтың басынан нені байқады?
үлкен қазандай тасты байқады. Үлкен қазандай тасты. Кәнекей балалар, бағалайық, дұрыс па? Жауабы, Фаризаның жауабы дұрыс па? Дұрыс, өте жақсы. Келесі сұрақ. Бірінші жолаушы кім және оның ойы? Тыңдаймыз балалар. Бірінші жолаушы саудагер. Оның ойы бұл жазылған ақыл сөз екен. Бұлақ күні түні тынбай алыс жерлерге барады. Бара-бара үлкейіп, үлкен өзенге айналады деп ойды. Жақсы, рахмет кәне, дұрыс па балалар, бағалап жүрейік. Дұрыс, отыра ғой. Келесі сұрақ. Екінші жолаушы кім және оның ойы? Екінші жолаушы кім және оның ойы, е? Сағынтай келе ғой. Екінші жолаушы ол молда. Оның ойы ол бұлақ адам шөлдесе оның шөлін қандырады. Ал адам ыстықтап тұрса оның салқындандырады және ол дәмақы алмайды. Кәнекей бағалап жүрейік Сағынтайды. Жақсы, дұрыс дейді. Отыра ғой Сағынтай. Келесі, үшінші жолаушы кім және оның ойы қандай? Үшінші жолаушы бұл әдемі жас жігіт. Оның ойы менің ойым бөтен. Бұл бұлақтың бетіне лай, шөп шалап, қоқым болса, онда адам мен хайуан ыстық болмас еді. Ал бұлақ күн-түн бойы тазаланып тұрады. Оған адам да хайуан да ыстық болады. Бұл сөздің мағынасы бұлаққа қарасаң күн болса күннің, шөп болса шөптің сәулесі көрінеді. Ендеше көңіліңді осы сәуле сияқты ашық болып жүр. Жақсы. Кәнекей бағалап жүрейік. Дұрыс дейді, өте жақсы, отыра ғой. Келесі сұрақ. Таста қандай жазу жазылған дейді? Таста қандай жазу жазылған дейді? Ей жолаушы болса, осы бұлақтай бол. Осы бұлақтай таза бол дейді. Жақсы, кәнекей, дұрыс па екен? Зеренің жауабы дұрыс дейді. Жақсы, отыра ғой. Балалар, жақсы, бүгінгі сабағымыз сызағы үй тапсырмасы. Үйгі балалар қазақ даласына мектеп ашқан балалар әдебиетінің атасы Ыбырай Алтынсарин атамызға жылы лебізімізді білдіріп хат жазамыз. Хат жазып келесіздер үйде, осы таза бұлақ шығармасын оқып келесіздер. Содан кейін Ыбырай Алтынсаринға хат жазып келеміз. Жақсы балалар, бүгінгі сабақта сіздер өте жақсы қатысып отырдыңыздар. Енді сіздердің ойларыңызды білейін. Рефлексия бізде, бүгінгі рефлексиямыз бізде, міне қараңдаршы, ақылды үкілер деген рефлексия. Егер де сіздерге сабақ ұнаса, ешқандай сұрақ болмаса, онда мен сіздерге стикер берем, сол стикерді жасыл үкіге жабыстырамыз. Егер де біраз ұнамай сұрақтарыңыз туындап қалатын болса, ұқпай қалатын болсаңыздар, бірақ онда сары үкіге әкеліп стикерді жабыстырамыз. Егер де сабақ мүлдем ұнамаса, сіздер түк түсінбесеңіздер, онда стикерларыңызды қызыл үкіге жабыстырамыз балалар. Жақсы. Фаризаға сабақ ұнапты. Жақсы. Дильназға, Зереге сабақ ұнапты. Кәнекей, ұлдар келіңіздер. Айтуар мен Нұрхатта сұрақтары туындап қалыпты, біраз. Жақсы балалар. Енді сабаққа қатысқандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.